Әбіш Кекілбайұлы Шыңырау 2 бөлім. Әуелі қолға мүйіз бітеді. Сосын күні кеше ал-сал боп алдыртпай жүрген балғын бұлшық ет. Қатындар керегенің көзінен қазыққа орап тартып ширатқан қыл арқандай боп шиыршық атады. Қатайып, қатыгез тартқан бұлшық етпен бірге көңілде бекейді. Алдымен арманның аяғына тұсау түседі. Еңсеп, құдық қазуда әжептәуір жөн біліп қалды. Бастапқы кезде топырақ шығаруға көмектесіп еді, енді құдыққа түсуге де жарады. Әркімнің аяғына жығылып, құлағынан сипағанға құйрығын бұлғаңдатып, мәз-мейрам болатын бала күшік, қораға байланған соң ырылдап айбат көрсеткенінен, абайсыз сирақтарға азуы тигенінен ләззат алмай ма? Еңсеп, бұрын қашқақтап жүрген өнеріне кем-кемдеп дәм татқан сайын құныға түсті. Үлкендер ананы өзің істей қой, мынаны өзің істей қой деген сайын бір масаттанып қалады. Адам алдана білмесе, кеп-келте ғұмырында басынан кешіретін сан-сапат тауқымет пен азапқа бір күнде төзе алмас еді. Көңілдің қорғанышы алданыш. Адам армандаймын деп жүріп, алданумен болады. Алданып жүріп-ақ талайды бітіреді. Еңсеп, емен күбіні бір өзі тартып шығара алған күні төбесі көкке жетті. Екі қары талып, бұлшық еті созылған сайын, кеше көзіне жас келсе, бүгін көңіліне жел бітетін бопты. Көр аузындай кішкене шұқырдың айналасындағы қызыл төмпешік бірте-бірте қоңырайды, сосын сұрғайды, күлгін тартты. Ақырында емен күбі жер астынан қиыр топырақ, жентек саз емес, қоймалжың лай алып қайтты. Күбі түбіндегі лай сұйыла түсті. Топырақ шығарып тұрғандар емен күбіні қайта тастағанда шұқырдың ернеуіне жата қалып тың-тыңдайды. Емен күбі барып жеткенде сонау зымыран түбі емескі шылп ете қалады. Кенет қыл арқан дір-дір етті. Топырақ шығарып тұрғандар құдықтың аузына жеткенше барлық лай түбіне шөгіп, бет жағына мөлдіреп су тұнған емен көбіні төге салды да былай алып қойды. Жалма-жан қосшы баланы жұмсап, анадайда жайылып жүрген сары атанды алдырып, шығырға жекті. Құдыққа ұшын тұзақтап шығыр арқан тасталды. Сары атан бық етіп орнынан тұрып, күндегі үйреншікті сүрлеуіне түсіп, тарта жөнелді. Ортасы кез ағаш доңғалақты сықырлатып, қыл арқан жыландай жылшып келеді. Ақыры өне бойы балшық-балшық құдықшының өзі де көрінді. Құдықтың аузында тұрғандар оны екі қарынан демеп шығарып алды. Құдықшы шұқырдан аулаққа, құрғағырақ жерге барып жүрелеп отырды. Шақшасынан бармағының басынан насыбай үйді. Жігіттер құдық түбіне қайтадан көбі салды. Бұл жолы орта бөксе боп қайтты. Өңі әлі көгістеу. Лай суға жапа тармағай қолдарын салып, алақандарымен іліп алып ауыз шайып көрісті. Әлі де топырақтатып тұр. Ашы-тұшысын ешкім жыға айыра алған жоқ. Кешкі салқынға еті шімірігіп, қалтырап кеткен құдықшы орнынан тұрып, қосқа беттеді. Былайғы жігіттері де соңынан ілесті. Табадағы қызыл шоққа бөксесін тығып, ызыңдай әндеткен шұнақ шүмек жеш шәйнектің күрең шайы күні бойы дамыл көрмеген құдықшының денін жайып барады. Шын аяқтың бетінде шашырап жүрген қуырған бидайды ернімен бір-бірлеп қуалап отырып, сораптаған талқы шай тер шығарады. Термен бірге өне бойын жерге сіңіріп бара жатқандай зілде тарайды. Дастархан жиналды. Қалжыраған құдықшылардың аузы әңгімеге енді қисады. Жер түбінен қозғалған әңгіме сірә жоқ-ау. Енді не істеу керек екенін қамдаған шаруа жайы. Ертеңіне бәрі тағы да құдық басына жиналды. Емен көбіні жалма-жан құдыққа салды. Күндегідей қатты жерге тиіп тық ете қалған жоқ. Күмп ете түсті. Суы әбден тұнған. Құдықшы емен көбіні қос қолдап бас қойып еді. Суы тұщы. Енді жігіттер
бірінің қолынан бірі жұлып алып ішіп жатыр. Ерні кезерген алатағанақ қырдың тағы бір жерінен су шықты. Оған ең әуелі құрым күркелі құдықшы ауыл қуанды. Су шыққасын құдықшылардың қимылы тіптен тездеп кетті. Құдықтың төңірегінде шашылып жатқан тоқаш сияқты тығыршық тастарды бірінің үстіне бірін өріп қалап, сонау көктас қабатқа жеткенше шегендеп тастады. Сосын тебін су қайта құйылмасын, мал мүл түсіп кетпесін деп шырқ айналдыра әйкел салды. Саргемік тастың ортасын ойып астау орнатты. Жаңа құдықтың суын ең әуелі қараша әңген мен қараша бота келіп ішті. Сәске шамасында маңайдағы елдің өріске шыққан сауын түйелері, құдықшылар қос отырған шұқыр сайдың ернегіне шыға келіп, күнде құрым күрке ғана тұратын тепсеңге едірейе қарасты. Тас астаудағы мөлдіреп жатқан суды көріп, көздеріне сенер-сенбестерін білмей аңырайып тұрды да, не де болса барып білейік дегендей бүлкілдей жөнелді. Тас астауға мойындарын салып, сырп-сырп сораптап ұзақ тұрысты. Сосын екі бүйірін қампитып теңселе басып өріске тартты. Күнде тас төбеден қиқу салып өте шығатын бір топ бұлдырық астау басындағы қара құраның азайғанын тосып, тепсеңнің төбесінен шырқ үйіріліп шықпай жүр. Түс ауа алыс суатқа суыт жол тартқан бір үйір қара құйрық ернектің басына шыға келді де аң-таң тұрып қалды. Сосын қыбыр-қыбыр қимылдап жүрген адамдарды, құрым күркені, есік алдында мосыдағы қара шәйнектің астында лапылдай жанып жатқан отты көріп, дүркірей қаша жөнелді. Ертеңіне таңертең құдықтың айналасында түн қараңғыны пайдаланып келіп, астаудан су жалаған күзен, қарсақ, қоянның ізі толып кетіпті. Күні кеше алағырдағы не бас көтертпес оты, не бас сауғалайтын көлеңкесі жоқ тап осы бір тайпақ тепсеңге мойын бұрмай айналып өтетін барша тіршілік иесі. Оған аңсарлары ауып, жер түбінен әдейі іздеп келетінді шығарды. Жылмағай дөңдегі ұры тепсең талай санаға мықтап орнап, талай көзге жер түбінен мен мұндалап тұратын санаға айналды. Белгі бедері аз, тұлдыр қоңыр дөңде жан-жақтан соған шұбырған тарам-тарам сүрлеу соқпақ түсті. Алағырдан бір ұрттам су тата алмай аласұрып, әбден қаталаған тіршілік иелері көзі қарауытып, миы зеңіп келіп бас қоятын сұлама дөңде жаңғыз бұлтиған осы бір әйкелді құдық, ажал аузында сұлқ жатқан шала жансар дененің төсіндегі әлі суала қоймаған сыңар емшек сияқты. Еңсептің қуанышы қойнына сыймай жүр. Ертелі-кеш құдық басынан шықпайды. Астаудың ернеуіне қонып, тамағының асты бүлк-бүлк етіп су іше бастаған торғайларды қызықтайды. Төкенбай 3 күн өткен соң келді. Қасында айғыр топ адам. Мойындарын созып, құдықтың түбіне үңіліп, шеген тастардың қалай өрілгенін көрді. Шығыр тартқан атанның жалғыз аяқ сүрлеуінің қанша қадам екенін өлшеді. Бір түнге қанша астау су өнетінін сұрады. Қауғамен су тартқызып алдырып, дәмін татып көрді. Беті қолдарын жуды. Төкенбайдың атқосшылары жаңа құдықты жабыла мықтады. Құдды осы құдықты сол қазып шығарғандай, ауыздары жалтылдап, барлық қошамет қолпашты Төкенге айтып жатыр. Көңілі өскен бай ертесіне Дәржанның алдына құдық ақы малын салып берді. Сол күні түс қайта құдықшылар қосын 2 түйеге артып ауылдарына, бала-шағаларына қайтты. Еңсеп шұңқыр ойдың ортасында қалып бара жатқан кешеден бері Төкен қаздырған атанған жаңа құдыққа қия алмай көп қарады. Ол Дәржан ағасының қасында 3 жыл жүрді. Еңсеп өзі алғаш рет құдықты Бөкенбайға қазды. Қараша ауылына жиендігі бар жас мырза әкесіне ас бермекші екен. Атақтыбайдың асын бұрыннан белгілі суаттардың қасында бермей, тусырап жатқан соны жерде өткізіп, сол маңайды пәленшекеңнің асы өткен жер атандырмақ ойы бар боп шықты.
Соған әдейі құдық қаздырмақ боп нағашыларына қонаққа келді. Қараштың үлкенді кішісі жиылып, кәсібін енді бастайтын бала ет, сіздің тұқымдай ырзықты болар мекен, бұл құдықты еңсеп жанға қаздырсақ қайтет деп қолқа салды. Бөкенбай әкесіне асты әрі тұяқ тимеген соны, әрі ат шаптыруға лайық жазық, әрі тұщы су шығатын топырағы асыл жерде өткізбекші. Бұл шаруаға Қараш әулетінің ақсақал қарасақалы түгел жұмылды. Ірге бағып қалған құр сүлдер шалдар да орындарынан тұрып атақты байдың асы өтуге лайық жер қарады. Дәржанның үйі күні түні мәжіліс. Ақыры бәрі өңшің тұщы су шығатын қырық астау атанған ордалы құдықтың үстімен өтетін тайпақ қолаттың күнбатыс құйрығын қолай көрді. Ордалы құдықтан 2 көштік жер. Жылмиған жазық кенет сәл еңіс тартады да қайтадан тақтайдай тегіс боп қайқайып кетеді. Сырт көзге қапелімде байқалар байқалмас ойпаң жүлгенің бойын Қараштың бас көтергендері 5 күн бойы армансыз шарлап шықты. Ана жерге барып та, мына жерге барып та топырағын қарайды. Шөптің тамырын қазады, иісін иіскейді. Ең соңында Бөкенбайдың үйір-үйір жылқысын алдырып, біресе текіректетіп айдап өтіп, біресе шаптырып көрді. Қалың жылқы тасыр-тұсыр шаба жөнелгенде, ақсақал шалдар жата-жата қалып, жерге құлақтарын тосып тың-тыңдайды. Кеуек жоқ. Кеуек болса, дүсірге жаңғырып, дөңкілдеп кетер еді. Сазы алыс білем, тұяқтың үні тұншығып шығады екен. Қырық астау мен 2 ортада не сор, не кебір жоқ, қара жон. Шөбіне қарасайш, шілденің ортасында да балауса да тиді. Астында сор болса, ендігі тамыры күйіп кетер еді ғой. Еңсеп, ақсақалдардың кеу-кеу әңгімесін еліге тыңдағанмен, көбіне ештеңе түсіне қойған жоқ. Үлкендер кеңесе кеп, ақыры алабөтен ұйлығып өскен қалың жантақтың арасына қазық қақты. Бөкенбай қазықтың үстіне үй тікті. Қасына тағы да 1-2 қараша үй қондырды. Сосын 2 ауылдың шалдары қазықты шырқ айнала тізіліп отырып Құран оқып, Бөкенбай мен Еңсепке баталарын берді. Қоңыр марқаның басын мүжіген соң ақсақалдар ауыл-ауылына тарады. Қасында 4-5 жігіт қолғабысшымен Еңсептің өзі қалды. Ауық-ауық Дәржан соғып, хал жағдайды сұрап, ақыл айтып кетеді. Еңсеп 5 қанат боз үйдің қақ ортасында қазық тұрған жерден құдық қаза бастады. Қашан төбесінен күн түспейтін тереңдікке жеткенше киіз үй тігулі тұрды. Бай ауыл ет пен қымызға кенде қылған жоқ. Барынша сақи атануға тырысатын Бөкеннің өзі де ат құрғатқан емес. Қараштың ақсақалдары біраздан соң қайтадан келгішеуді көбейтті. Құдық түбінен шығып жатқан топырақты алақандарына жазып қарайды. Келген сайын бай ауылдың балғымызын сіміріп ішіп, бастарын изеп, бағыт жақсы деп кетеді. Дәл 3 айда күзем жүн енді қырқылып біткенде Еңсеп құдықты қазып бітірді. Түбіне жақындағанда туырлық көк саз көбейіп кетіп бір қорықты бет. Біраздан соң қалың саз таусылып, қайтадан қайыр шықты. Қайыр-қиыр шықты, қайта-қайта еріне тегізіп көреді. Тұщы сияқты. Әлі де қаза түсті. Сусыма қиыршық қалыңдап кетіп, құлап тұрмай ма деп күдік алып еді. Шықылдаған қатты тасқа айналды. Көк тасты қырнап ойып келе жатқанды. Бір күні оң жақ шынтағының тұсы мұздап қоя берді. Жалма-жан сүймеді тастай беріп сипалап көрді. Әлгі жер бір түрлі тершіп тұр. Су жақын. Осы маңайдан тесіп шығуы мүмкін. Ол құдықтың сыз қабырғаларын шыр айнала сипап шықты. Дымқылдың қай жерде мол екенінен судың ұлы жобасын білді. Су атып кетеді-ау деген күдігі аз қабырғаны бойлап қаза түспекші. Көзді сосын барып ашады. Сонда су құдықтың түбіне мол жиналады. Жоғарыдан түскен тас, кесек көзді бітеп тастай алмайды. Еңсеп әлі де бір құлаштай қазып еді, тағы да бір тұстан су тамшылады.
екі иығына, омырауына мұп-мұздай қорғасын тамшылары тамып-тамып кетеді. Еңсеп, судың жобасы білінген тұстың тасын көп қозғамай, қашқақтап, тереңдеп қаза берді. Кенет сүймен жап-жазық тақтай тасқа тиіп шақ-шақ ете қалды. Жан-жақтан жаңбыр себелегендей тамшы көбейді. Еңсеп, бұдан әрі тереңдей берсе, судың астында қалатын түрі бар. Осы жер судың көз-ау деп жобалаған жерлердің тасын қозғап, шұқып-шұқып көрді. Бір жерден манадан бері жолындағы қара тасты тесіп өте алмай, жақпар-жақпардан тырс-тырс тамып тұрған мұздай су сау ете түсті. Бір көз табылды. Ол енді екінші шынтағын мұздатып тұрған тұста ашып еді, о жерден де су тесіп шықты. Екі көзден аққан су құдықтың табанындағы тақтай тасқа шалп-шалп құйылып жатыр. Сол бір шалп-шалп дыбыс бұл қашан құдықтың аузына жеткенше құлағынан кеткен жоқ. Жүрегінің дүрсілі де сол дыбыспен бірге шығып тұрғандай. Мынау меңіреу қара жердің қойнында қамалып тұрған жерінен бұл босатып жіберген мыңдаған тамшы тұңғиық түбіне жамыраса ағып, жарыса құйылуда. Тақтай тасты дүрсірлете жөнелген қос түтек ағын 7 қат жер астынан тіршілік табылын қағып жатқандай. Асқа 6 күн қалды дегенде жаңа құдық шегенделіп бітті. Ойдағы қырдағыны тегіс түрліктірген ас өтті. Көптен бері құдықшының құрым қосынан көп алысқа ұзап шықпаған Еңсеп те бір желпініп қалды. Адам пақыр талай нәрсеге үйреніскенімен тап қара жердің астына үйренісе алмақшы емес. Ол азды-көпті зейнетінің қасында, ел жұртының ортасында Құдайдың жарық күнін көріп, жұпар ауасын жұтып жүргенде қай-қайдағыны ойлап уайымға батады. Сондай кем тағат, кем қанағат жанды, жарық дүниеге жаратылған жұмыр басты пенденің қай-қайсысы да, аяғының астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақ та, 7 қат жердің астына меңіреу тұңғиыққа күн сайын тірілей түсіріп қойған соң не жорық. Құдықшының жалғыз серігі үрей. Оны жан-жағынан анталап тұрған сыз қабырғалар да ту төбеде жылтырап, екі көзін төрт қылып, өзіне телміртіп қойған болмашы саңылауда, аяғының астынан шаянша шағып жатқан сыз топырақта қорқытады. Осынша азаптанып қазғанда су шықса жақсы. Ал судың кіндігі бір көш біреу қалуы да мүмкін ғой. Шықса да ащы боп шыға ма, тұщы боп шыға ма. Құдықшы сан сапат жер шұқып, сан рет су шығарса да өмір бойы әлденеге сезіктенумен, өзін-өзі сенбеумен өтеді. Қазбас бұрын әбден тәптештеп, тап осы араның күмәні жоқ деп қазық шаншығанмен, жер астына кісі бойы түсу ақ мұң, қалың күдік қайтадан қамап алады. Енді сол күдігі жер астына бір елі тереңдеген сайын өсе береді. Екі шұқып бір қараған мимырт жұмыс қандай жүйкені де жүнжітіп, қандай жүректі де қаралай күпті қылып бітетін болса керек. Маңынан тірі жанның не көзін көрмей, не сөзін естімей, бір өзі тырбаңдай беретін жалғыздық пен ештеңені анық көре алмай пұшайман болатын су қараңғылық жігерін ұстарамен қырнағандай, күн санап титықтата түсетін түрі бар. Құдықшы неғұрлым көпті көріп, жер ортасына жақындаған сайын сол ғұрлым күдікшіл, неғұрлым құдықтың түбіне жақындаған сайын сол ғұрлым үрейшіл болыңқырайтын секілді. Ал енді су әне шығат, міне шығат дейтін күндері ол тұңғыш рет толғақ қысқан анадай, бұдан бір ай бұрын, бір апта бұрын, тіпті күні кеше қуанғанын атымен ұмытып, өмір бойы өлім аузында жүрген кісідей өң сорғы алмай, қорқыныш құшағына бір жола беріледі. Бір жыл ғана бұрын көкірегі алып ұшып, не бір тәтті қиялдарға бөктірген қуанышы енді кеп табан астынан құрдымға құлататындай шошына уайымдайды. Баяғы тәтті арманның бәрін ерсі көріп, өзін есірік санайды. Әу баста осынша қауіп-қатердің барын көрмеген, білмеген желбуаздығына өлердей ызаланады. Тек
Осы жолы ісі оңға басып ойлағанындай шықса, ендігәрі мұндай істің маңынан жүрмеуге іштей ант су ішеді. Еңсеп те өзі қайлалап тескен тас құрсаудың ортасына түскен сайын, иманын үйіріп түсіп, жарық дүниеге әр шыққан сайын тәуба айтып шығатында. Бірақ құдықты қазып бітіргенде өн бойындағы қуаты түгел сарқылғандай боп, жер астына енді беттеместей тауыш шағылып шықса да, арада 5-6 ай өтер өтпесте тағы да құрым күрке тігіп, тағы да жер шұқып жатады. Күні кеше жігерін құм қылған қараңғы шұңқырға қайтадан жетелеп алып келген әзәзіл күштің аты не екенін ол кезде Еңсептің өзі де білмейтін. Келе-келе түсінді. Бірін-бірі жақсы мен жаманға бөліп, жағаластырып қойған мына дүниеде бөтеннің аузынан шыққан жылы сөз, қошемет қолпаш, әлі арны қайта оймаған арғымақ атқа қатты тебінген үзеңгімен бірдей екен. Ал ол кезде адам пақырды тауық ұрып тасқа соқтыратын аяр алданыштың әлі арны мұқалмаған арғымақ кезеді. Қошемет қолпаш аттаяр Еңсепті қара жердің астына талай рет тірілей түсірді. Ол әуелі құдық қазылып біткенде естіген ел жұрт түгел қуанады екен деп ойлайтынды. Бірте-бірте ол ойының қате екеніне көзі жетті. Әр шыңырау біткен сайын алдына мал түссе, артына сөз еретінді шығарды. Құдық біткен күні жанына кеп, апырай, мына байда иман жоқ екен. 70 құлаш шыңырауға бар болғаны 70 тоқты айдатыпты-ау деп сыбырлап қалатындар араға айлар салып өзі келеді. Еңсепжан, біз анау пәленше бай емеспіз, ақыңды жемейміз. Ернектің үстінен шыңырау қазып берсең, 100 тоқтыны алдыңа саламыз деп қол қалайды. Еңсеп енді кез келген қолқашыға қол қете қалуды қойды. Алдына келген кісінің шапанына, ер тұрманына, дәулетіне қарайтынды шығарды. Көп замай Дәржан ағасы шақырлаған ақтауды тесіп су шығара беруге тайыз ойдағы елге барам деп үстіртті тастап көшіп кетті. Сол жақта 5 жылдай ауыз суға құдық қазып жүрді де, ақырында бір құмның етегінде құдық қазып жатқанда жұмсақ топырақ үстіне жапырылып құлап дүние салды. Еңсеп шың үстінде шыңырау қазып қала берді. Әр құдық біткен сайын құдық ақы малдың саны өсе түсті. Бірақ оның есесіне қолқашының саны біртіндеп азайып барады. Дәулеті асқандар ғана атын шығару үшін Еңсепке ат шаптырады. Үйінің іргесі саябыр тартты. Бір өкпеліп аттанғандар енді көрместей боп түңіліп кетті. Барып басқа құдықшы іздеді. Дәл сол шамада Хорезмнен Қалпақ деген біреу көшіп келді. Әуелі Қалпақ ер шабат, жонатты кеттеуші еді. Енді құдық қазат деген атағы шықты. Еңсепке қолқасы жүрмегендер соған үймелейді. Кейбіреулер қыр көрсеткендей тұп-тура бұның ауылының көк желкесіне жете беріп, бір сәскелік біреу отыратын Қалпақтың ауылына қарай тізгін түзейді. Бастапқы кезде Еңсеп ондай қоқан-лоққыға миығынан күлді. Біраздан соң ауылының үстінен аттап өткендер шамына тие бастады. Түреулергеден Қалпақтың ауылына қанша атты өткенін санап, олардың қай-қай ауылдың адамдары екендіктерін аңдайтын шығарды. Аталы үлкен ауылдардан әзір олай қарай ат ізі түсе қойған жоқ. Еңсепке келген қолқашылар да әңгіме арасында әдейі Қалпақтың атын қыстырып қалатын болды. Ол ондайға мән бермеген қалып байқатты. Кейінірек Хорезм жақтың жері біздей ақар-шақар шың көгала тас емес, саздауыт келеді. Саз ойып қалған адам, таяз, таңқы құдықтар болмаса, тас қашап шыңырау қазуға көндік алар дейсің бе деп апшымаған нығыз рай танытты. Сөйтіп жүргенде Еңсептің алдынан сағысынып қайтқан Сағын Айбай Қалпаққа үстірттің үстіне көз шығаратын ақ жолдың тап ұшар басынан құдық қаздырды. Ел ішінде Сағынай үйіне қонақ барғанда қазанға ас саларда сыртта ойнап жүрген немерелерінің біреуін шақырып алып, «Әй құлнымай, күні бойы тыным көрмей шапқылайсың да жүресің. Мына қараш, сүйек-сүйегіңнің бәрі ырсиып кетіпті. Қабырғаңды қолмен санағандай.
Кән, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, омыртқаң одан да жаман. Біреу, екеу, үшеу, сидиған қарыңа қарап, жұрт сені шыр жұқпаған үйдің баласы екен дейді ғой. Тұра тұр ойбай-ау, жауырыныңа шодырайып шығып келе жатқан мынау не жара десе, кемпірі қазанға жауырын, қара жілік, 5 тал қабырға, 3 тал омыртқа салады екен дейтін әңгіме барды. Сол сақалын қазанға малып, асты өзі санап салатын сағынай сараң еңсепке тісін қатты басса керек. Жұрт ол қалпаққа ернектегі шыңырауды қазған ақысына түйеге бастатып 150 тұяға тапты деп соғады. Бір күні, ойбай, әлгі қалпақ қазып жатқан шыңырау үстірттің үстіндегі ең терең шыңырау болатын түрі бар. Қазірдің өзінде 100 қадамнан асыпты деген хабар дөңкете қалды. Содан былай ауыл-ауылдың арасына қатысқан бірен-саран адамның хабары сол қалпақ қазып жатқан құдықтың төңірегінен шыр айналып шықпай қойды. Күн өткен сайын дабыры ұлғая түсті. Бүгін 120 қадам болыпты десе, ертеңіне 130 қадамға жетіпті деп шығады. Қойшы-қолаңның әңгімесін былай қойғанда, инабатты ақсақалдардың өзі қалпақ қазып жатқан шыңыраудың жайын айтып, қызыл кеңірдек бола бастады. Біреулер қалпақтың бабасы әулие кісі болған екен. Содан киелі темір қазық қалыпты. Сол қазықпен жер барласа, су шығатын жерге келгенде алақаны тартып белгі береді екен. Қалпақ судың көзін солай табады екен деп дақпыртты. Гу әңгіме өрши берді. Бір-екі кісі өз көзімізбен барып көрдік. Шыңырау 140 құлаштан асыпты деп келді. Енді жұрт жан-жақтан қалпақ қазып жатқан құдықты іздеп барып көре бастады. Тіпті еңсептің қоңсылары да ерінбей жалықпай ат сабылтып барып қайтты. Әзірге қылп етпеген жалғыз еңсеп. Бұрын қалпақтың жайын айтуға жұрт бұдан қысылатын болса, енді жұрттан бұл қысылатын болды. Үйдің көлеңке бетінде қалпақтың құдығын айтып гуілдескен жұрт. Еңсеп қайтер екен деп әдейі айтып отырғандай боп көрініп те кетеді. Сыртынан сынап мінеп отыратын мінші көздерден еңсеп қатты қаймықты. Бір күні не де болса барып өз көзімен көріп қайтуға бекініп атына мінді. Қалпақ орақ мұрын, шегір көз, сары кісі екен. Жасы жер ортасына таяған адам болса да, еңсепті көргенде қалбалақтап қалды. Жалма-жан таңдайының астындағы насыбайын тілінің ұшымен жерге бір-ақ ытқытып, сиректеу жидіп біткен жирен мұртын жеңімен сүртіп, ауыл-аймақтың амандығын сұрай бастады. Егінде тұқыл жоқ, көк жарғақ көсе. Маңдайы мен желкесінің арасы қарысқа жетпейтін қалақ басын әуелде не қара, не көк болғаны белгісіз күлгін орамалмен таңып апты да, бір ұшын құлағын бастыра салбыратып қойыпты. Әншейінде көзі кісінің жүзіне көп тоқтамайтын еңсеп, қалпақтың тұла бойынан түк қалдырмай түгел тінтіп шықты. Қалпақ әйкелге түсірген тығырық тастың үстінде отыр. Құдықтың ішінен жаңа шықса керек. Тізесінен асырып қойған балағы су. Қара ала шекпенді жалаңаш иініне жамылыпты. Не тоңып отырғаны, не күліп отырғаны белгісіз. Сирек сарғыш шоқша тістері ақсиып тұр. Қалпақтың сауалдарына сыпайы жауап қайтарған еңсеп енді өзі жай сұрай бастады. Мал жанның амандығына қалпақтай қадала тоқталмай, шыңыраудың жай жапсарына көбірек шықшиды. Құбыла беттегі ақсиып жатқан шығыр тартқан түйенің жалғыз аяқ соқпағына қарап, көзімен мөлшерлеп үнсіз тұрып қалды. Жұрттың айтып жүргені рас екен, 150 қадамға жетіп қалған түрі бар. Манадан бергі сыпайы өңі күрт түтігіп кетті. Өз-өзінен жиырыла қалған маңдайын күшпен жазып, ерні әзер қиысып, оң болсын деді. Айтқаның келсін деді қалпақ. Еңсептің құлағына оның даусы оқыс саңқ ете қалғандай ерсі естілді. Жалт қаратта қатулы жүзін жадыратқысы кеп езуін жиырып, судың қашан шығатын сыңайы бар деп сұрады. Ертеңдері шығып қалар. Еңсеп атына беттеді. Қалпақ дәмге шақырып еді, аузына алдымен оралған бір сылтауды айтып, аяғын үзеңгіге салды.
қалпақ қолтығынан демеді. Ол атына мініп, қалпақтың жүзіне бір бұрылып қарап, қоштасты да жүріп кетті. Оған қалпақ соңынан мүсіркей қарап тұрғандай боп көрінді. Әлгі бір қолтығынан демегені де аяушылық жасағаны сияқты. Соны ойлағанда біреу қолтығының астынан шымшып алғандай тұла бойы түршігіп сала берді. Атының сауырына қамшының қалай барып қалғанын да байқаған жоқ. Шоқта жөнелді. Бұл шыңырау шынында да үстірттің үстіндегі ең терең құдық болғалы тұр екен. Оны жұрт қазірдің өзінде қалпақ қазған деп атап кетті. Еңсеп қалпақ қазғаннан еңсесі түсіп қайтты. Айна таз алақырдан талай су шығарған Дәржан ағасы пәленше қаздырған, түгенше қаздырған деп талай байдың атын шығарды да, өзі ақыры апанның астында қалып өлді. Атан түйені алып ұрардай қайратынан ат жалынан тартып мінгелі, өле-өлгенше тырбанып өткен еңбегінен, кенезесі кепкен талайды суға қандырып алған алғысынан не көрді? Қара дөңнің басындағы қалың қауымның шет жағасындағы қызыл төмпек көнереді. Қасына басқа төмпектер қосылады. Сосын жел типылдап, қазып тастаған көне шұңқырдың астында кім жатқанын кім біледі? Сонда Дәржан өмір бақи қара жерді үңгіп өткенде не көрді? Иттің итақайы ішіп киіп жатқан аз күндік азық пен үстегі лыпама? Өзгенің табан астында тас өрге домалаған тосын бағы еңсепке өткінші өмірдің ұйтқымауы бастығын ұқтырды. Енді іргесі тіпті босап қалды. Бұрынғы күдер үздіріп барып бір соғатын сирек қолқашы там-тұмдап бір жола құрыды. Алыста атты біреу қарауытса, өзіне келе жатыр деп ойлап қалған еңсеп әлі де көкжиектен қарайған көрінсе, қашан ауылға жеткенше қырық тыпыршып тағады таусылады. Бірақ біраздан бері бұл ауылға соғатын азын-аулақ, қара-құраң өңшең бір мал жоғалтып жүргендер боп шығады. Еңсептің құдық қазып жиып алған азғантай дәулетінің жыл өткен сайын етек жеңі дөңгеленіп барады. Ол енді әлденесі ұмыт қалғандай қараптан қарап отырып көңілі құлазып, бойы сергімей-ақ қойды. Үйреншікті әдетімен сары ала таңнан тұрады. Әйелін асықтырып шай қайнаттырады. Оны апыл-ғұпыл ішеді. Сосын бір кіріп бір шығып күйбеңдеп жүрет те төр алдына сылқ шөгіп тоқырап отырып қалады. Бұрын сызғұдықтың ішінде жер шұқып отырғанда күнді ұзақ көруші еді. Енді жердің бетінде, жарық дүниеде, салқын ірге, салулы төсекте ұзақ күнді кеш қыла алмай тағаты таусылады. Ақыры сабыры сарқылды. Атына мінді. Қырдың үстінде қара құйрық киік жайлайтын көлдеу ойларға, олардың суатқа баратын жымдарына, арқары бар сай-салаға қақпан құрып, аңшылықты ермек етіп көріп еді. Одан да пәтуа табылмады. Айдалада келе жатып, аң барлаудың орнына жер барлайды. Қырқа-қырқаның, жүлге-жүлгенің қалай тоғысқанын қадағалайды. Шөптің бітісіне зер салады. Алымы жоқ, берімі жоқ атынан түсе қалып, қамшысының сабымен топырақ қазып, алақанына жазып көреді. Арқар қарап, қия-қия шатқалдарға тап болса, ара салуға, тасымалға оңтайлы тасы бар жер шолады. Аң ұстап қарық қылып жатқан шамалы. Әйтеуір, қатын баланың кірген шыққанын аңдып жатқаннан жақсы ғой деп лағып-лағып қайтады. Жапан түзде өзі ұқсап, аң қуалағандар ұшырасса, төңіректің хабар-ошарын сұрайды. Сағынай рулы елі болып, қалпақты қолдарынан шығармауға бекініпті. Ол қалпақ қазғанның тұсынан ешкімді өткізбейм. Суатымды сарқып, өрсімді тоздырасың деп көшке ұрынатынды шығарыпты. Байсалбайдың екі қойшысын құдығымнан неге мал суарасың деп астауға таңып қойып сабапты. Содан бері екі бай ит пен мысықтай көрінеді. Бір күні еңсеп қақпан қарап қайтып келе жатып, іргесінде байлаулы тұрған бөтен атты көрді. Қапелімде өз көзіне өзі сенбеді. Бұл кім болды екен деп ентелей басты. Ауылға жақындаған сайын жүрегі ойнақшып, өне бойын әлсіздік меңдеп барады.
Бөтен аттың ер-тұрманына қарағанда үйіне бір күйлі адам келіп түскен сыңайы бар. Атын тұсап жатып, түрулер кеден Байсал байдың майлы желкесін көрді. Айқасқа маңдай, шоқша сақал Байсал есіктен кірген Еңсепке жадырай амандасты. Келген шаруасына бірден кіріспей, ауыл-аймақтың хабарын айтып, әңгімемен отырды. Көптен қонақ көрмей, құр боп қалған Еңсеп тоқты сойғызып құрақ ұшып жүр. Аттанарында Байсал, Еңсеп, мені әне бір қырға дейін шығарып салмайсың ба деді. Болсын, ауылдан былайырақ ұзай бере, бай сөз бастады. Еңсеп, естіп жатқан шығарсың. Анау Сағынай ата-бабамыз ежелден ұрыспай, қағыспай, жылма-жыл шығып түсіп жүрген ақ жолды бір өзі иемденіп, өткен-кеткенмен ырылдасып қырып барады. Сонымен басқалар ақ шайнассын. Сасық күзендей шақылдаған немемен байланса беріп не пәтуа табам. Осы өкпе тұстағы жалғыз аяқ ат жолдан көш шығарып көш құлатпақпын. Бүгін содан шығып ем. Жолының шаппөрлігі болмаса, тап онша шаңырақ қағатындай тар емес сияқты. Үсті тұяқ кешті емес, оты да бар. Тек бір кемісі ернек асқасын 2 түнемелікте ғана су бар да, одан кейін шөл екен. Мен тағы да күн аралатып суаратындай жерден құдық қаздырам ба деп ем. Байсал әңгімесін кенет тыйып, Еңсептің жүзіне барлай қаратты, біраздан соң қайта жалғастырды. Келер жылғы күземді сол құдықтың қасында қырқсам ба деп ем. Пәтуа байласылды. Байсал бай қоштасып жүріп кетті. Көшелі саррат, күзгі сар барқын даладан еміс-еміс қылағытып, тайпалта жорғалап барады. Еңсеп жаңа ғана өзімен қоштасып, көзді ашып жұмғанша анадай жерге ұзап кеткен Байсалдың соңынан қызыр көргендей қарап қалыпты. Бір уақытта есін жиып, атының басын ауылына қарай бұрды. Сол-ақ екен, алыстан біреу бұның атын атап айғайлағандай болды. Көк желкесі мұздап қоя берді. Байсал жол жөнекей жаңағы уәдесінен айнып, қайтып келе жатқан жоқ па екен деп артына бұрылып еді. Бай көкжиектегі қара дөңнің үстіне көтеріліпті. Біраздан соң тағы да бұрылып қарады. Байсал бұл жолы көкжиектен әрі асып, тасаға түсіп кеткен екен. Байсалды шығарып салған соң, Еңсеп қатты толқыды. Қолқашылардың осы келмей кеткені кеткен шығар деп торығып қалған жүрегін енді көптен бері, әй, қайтадан құдық қазар болсам бүйтер ем деп, жан баласына тісіне шығармай, көмейіне бұқтырып келген бір арманына жете алам ба жоқ па деген тымырсық күдік тызылдата бастады. Пәлен күн бойы атынан түспеді. Байсал бай меңзеген жонды бұта қалдырмай түгел шарлады. Ол деңгейдегі жыра жүлге, қырқа қыран суат атаулыны тегіс сүзіп шықты. Үйінде де ешкімге жағашпайды, өзімен өзі. Кейде дастархан басында қолындағы шын аяғын жерге қоя салып, оң тізесін таянып, сұл қотырып қалады да, біраздан соң ұйқысынан оянғандай суып қалған шайына қайтадан қол созады. Ұзақ толғанып жүріп, ақыры осы араға тоқтады. Кеңескен рет жасап, аталас бір-екі ақсақалдың алдынан өтті. Бірақ ақылдасты деген атағы болмаса, олардың еш сөзіне мән берген жоқ. Байсал Еңсеп қазық қаққан жерге үй тіктірді. Қолғабысқа 4 жігіт қосты. Еңсептің құдық қазуға кірісетін күні түні бойы кірпігі ілінбеді. Біраздан бері қолына күрек ұстамағандықтан ба, жүрегі қайтып қалыпты. Темір қазыққа телміріп ұзақ тұрды. Қанша қажыса да, құдық басына қайтадан жетеліп алып келетін баяғы ду-ду қошемет қолпаштың үні өшкелі көп болды. Ол кездегі не болса да көріп алдым деп қойып кететін тәуекелдің арғымағы бүгінде арны қайтып, қанша қамшыласаң да басын кекшитіп, баспай тұрып алатын жауыр тұғырға айналыпты. Бірақ бұл оны өзге күш жер астына желкелеп түсірмек. Қалпақ қазғанды барып көргелі, бір бүйіріне шаншу боп қадалған, кейбір ұйқысыз түндерде өкпесін сығып, ара-тұра ақылынан тандырып кете жаздап, талма аурудай жабысып алған сол бір беймәлім дерттің атын атауға әлі күнге дейін аузы бармайды.
күніне әлденеше рет тіршіліктің талай-талай жым-жымын шарлап қайтатын қаңғыма ойы сол жанын жегі құрттай жеп жатқан дерттің түрін түстеп, атын атауға келгенде тайқып шыға келеді. Не де болса, сол жегі мұның жігері тұралап қалған тұғыр болмақ түгілі орға құлап, мертіккен асқақ есек болса да, сауырына темірдей қадалып, шаптырмай қояр түрі жоқ. Міне, одан бері де 1 жылдың 100 ауыпты. Мелшиген меңіреу жерді тыным таппай үңгіп келеді. 2-ақ рет жұмысы тоқтады. Екеуінде де атына мініп, тастақ жыраның құлау құйрығын бетке алып, қыр асып кетіп қалды да 5-6 күннен соң қайтып оралды. Соңғы рет осыдан 2 күн бұрын барып қайтты. Қайда барды, неге барды? Ешкімге айтқан емес. Шыңырау ойындағыдай боп шықса, той үстінде Байсалбайдың өзіне айтпақ. Онда еңсептің еңсесін ешкім түсіре алмайды. Содан кейін құдық қазбақ түгілі маңынан жүрмейді. Аз ғана дәулетін кіш-кіштеп, шаруа күйттеп өмір сүреді. Ал енді ол ойлағандай болмаған күннің өзінде бұл осы алағырдың үстіндегі ең терең шыңырау атанады. Ал шың ернектен ұзаған сайын жылмиған үстірт аласарып, ойпаң тартпайды. Қайта анда-санда бір соғып отыратын бүкір жал, көлденең қыраңдардан асқан сайын сонау ұлы құмдарға ұласқанша саты-сатылап биіктей түседі. Бұл білетін терең құдықтардың бәрі бұл деңгейден төменде, ернек жақта. Ол араның суы бұдан әлде қайда таяздан шығады. Ендеше бұл шыңыраудың суы кемі 200 қадамнан бері белгі бере қоймас. Еңсеп бұл араға өткен жолы осындай іш есеппен қазық шанышқанды. Анда шығыр тартып жүрген қара атан 200 қадамнан қайтқанда қатты қуанғанды. Содан бері көңілі орнықты жүреді. Кешелі бері су қиыршық көбейіп қайтадан қабағы түсіп кетті. Су қиыршықтың мұнша көбейіп кетуі әрине тегінен тегін емес. Егер су бұл нысаналаған жерге жетпей беріден шықса, онда ол атын 2 рет босқа сабылтқан болды. Еңсеп ауық-ауық төңірегіне құлақ тігіп тың-тыңдайды. Қолындағы сүйменнің сыз қабырғаға тиген сырп-сырп дыбысынан басқа дыбыс естілмейді. Дымқыл қиыршық көп күш салмай-ақ өзінен өзі үгітіліп құлап жатыр. Емен күбі теп-тез толып қалады. Соған қарағанда судың көзі жақын тәрізді. Тіпті осы маңайдан тесіп шығуы да мүмкін. Қай жақ қабырға әлі қатты екен деп сипалап көріп еді, көк тас кезік бет. Егер мұның ойлап жүргендей болғанда, ендігі шақылдаған көк тас ұшырасса керек еді. Айналасының оп-оңай ылжырап кеткеніне түсінбей отыр. Еңсеп сүйменді сыз қабырғаға сүйеп қойды да ойланып қалды. 2 шықшыты дуылдап қышып қоя берді. Саз балшық қолымен қашыр-қашыр қасыды. Миына біреу құм құйып қойғандай, басы зіп-зілдей. Ойына ештеңе түспеді. Сүйменді қайта ұстады. Сыз қабырғаны дүк-дүк ұра бастады. Кенет тасқа тиіп шық ете түсті. Еңсеп өтірік пе шын ба дегендей аңтарылып тұрып қалды. Сосын жаңағы сүйменіне қатты тиген жерді бойлап қаза түсті. Әлгі күрт-күрт дыбыс жоғалды. Сүйменнің тиген жері шақ-шұқ тас, сыз қабыршақ таусылыпты. Аяғының асты су жиылып, шылпылдап қалыпты. Таң атқалы қазғаны үлкен көз емес екен. Үлкен көз болғанда ендігі су атып кететін мезгіл болып еді. Ол үлкен арнадан қашып шыққан ұры ағындар босатып тастаған қайыр қабат сияқты. Нағыз арна алда болса керек. Ол мынау тақ-тұқ жаңғырып жатқан тас қабаттың астында. Соны ойса, ар жағы су. Анада алғашқы кетіп қалғанында інісі Теңселдің үйін шеген тас кессін деп, қиялама ақшың ернекке апарып қондырып қайтқанды. Күні бойы көшіп қондымен жүріп, үй тіккен бойда талықсып ұйықтап кетіп еді. Түн ортасы ауа көзін ашса, құлағына бір суыл келгендей болды. Әрлі-берлі тыңдап, жатты да сыртқа шықты.
Шілдедегі иін тірескен көп жұлдыз жымың-жымың етеді. Қараңғы түнде пышақтың жүзіндей боп табаныңның астына кеп тіреліп жататын қап-қара көкжиек шың ернек. Оның астында теңіз. Жым-жырт түнде ода дыбыссыз. Тек сәлден кейін қармай алып бойын шіміріктіре бастаған дымқыл ауа ғана жақын маңайда ұлан-асыр көп су жатқанын сездіргендей. Еңсеп, салқын самалдан омырауын көлегейлеп, иығындағы шекпенін айқара қымтап, үйіне қайта кірді. Жастыққа басы тиісімен манағы суыл құлағына тағы да оралады. Еңсеп енді ұйықтай алмады. Бір ауық құшшыңдарда болатын үлкен-үлкен үңгірлерден күңірене шығатын желдің ызыңы дейін десе күн тымық. Қиялы қырық саққа жүгіріп басы қатты. Бірақ ұйқысы шәйдай ашылып кірпігі ілінбей-ақ қойды. Тезірек таң атқанын асыға күтті. Таңертеңгі шайын іше сала, ернекті бойлап қыдырып кетті. Сеңгір-сеңгір ақ құздар көк теңізден біресе шалқая қашып, біресе сұғына төнеді. Кей тұста әппақ бір шыңдар ақ айран дарияның ортасына белуардан еніп кеткен. Сондай бір ақ тұмсықтың үстіне шыға беріп еді, құлағы тағы да елең ете қалды. Түні бойы ұйқысын қашырған суыл сол төңіректің бір жерінен шығып жатқандай. Құздың ернегінен үңіле қарады. Теңіз бүгінде тыныш. Көк атлас көйлектің қатарма етегіндей біріне бірі ілескен қабат-қабат бұйра толқындар ақ шыңның аяғына жығылғанда ауық-ауық шылп-шылп сүйіп қояды. Қарын жарып жатқан ақ түтек айдын емес, ендеше мынау ненің суылы? Желді күнгі теңіздің айбарлы өксігіне де ұқсаңқырамайды. Құлағын тоса түсті. Сарқыраған ағын судың дыбысы сияқты. Бірақ мынау ақ тағанақ алақырда теңізге құятындай өзен атымен жоқ. Бір-екі жердегі сордан бас алып, сорға құятын ащы ағар жүлгелер теңізден 6 көш алыста құрып бітеді. Еңсеп, өз құлағына өзі сенбей аң-таң. Теңізге өңмендей төнген ақ тұмсықтың қайтадан айдынды орағытып, кейін шегінетін ернегін бойлап жүріп кетті. Азу-азу ақ шыңдардың арасына кіріп кеткен үшкіл шағын шығанақты айнала бергенде, қарсы беттегі құздың табанында қарауытып жатқан үңгірді көзі шалды. Көк теңіздің шылп-шылп толқыны қара үңгірдің ішіне кіріп шығып жүр. Әлгі сарыл сол үңгірден шығып жатқан тәрізді. Сол маңайдағы ақ шың ортан беліне дейін сарғыш тартыпты. Еңсеп солай қарай асыға аяңдайды. Үңгірдің өкпе тұсына жеткенде әлгі сарыл күшейе түсті. Ыңырана соғатын теңіз толқынның шылпылы емес, су тағынның сарылы. Қара үңгірден көк теңізге жер астынан ағын құяды екен. Кенет көңіліне осындай ой қашты. Еңсеп қара үңгірдің көк желкесінен оба үйді де соны нысана қылып жолға шықты. Сөйтсе, сол ақ тұмсықтан өзі құдық қазып жатқан тастақ жыраға дейінгі екі орта оқтын-оқтын тілім-тілім тастақ шырасып отыратын ойпаң жүлгі екен. Қырдың үстіндегі шыңыраудың көбі сол деңгейді бойлап қазылыпты. Еш жерден төбешік не қыран соқпайды. Еңсеп сонда құдықтардың бәрі сонау тоңғиық тереңде, теңізге құлап жатқан үлкен арнаға су құятын бергі жер бетіне жақындау майда тарамдардың кіндігінен шыққан сулар деп болжағанды. Сонау ащы теңізге құятын сарқырама арнаға жеткен ешқайсысы жоқ. Сол ойы есіне қайта оралған Еңсеп, табанның астынан шыққан тақтай тасты төкпектете ұрғыштады. Екі құлағы шыңылдап кетті. Құлақтағы шуыл, сүйменнің дүсірі таң атқалы жым-жырт қара үңгірдің ішін үнге толтырып жібергендей. Бір уақыт манадан бері сыз жерде тұрған темір сүймен алақанын қарыған соң, қолғабын киейін деп кідіріп еді, бір суыл шыққандай болды. Ол құлағын тігіп тұрып қалды. Шөл далада, қапелімде сай-салада ұшырасып қалатын азын-аулақ жиде, ағаштың түбінде жатсаң, тап осындай суыл естейтінсің.
бұл не суыл? Әлде осы арада жер үстіндегі кеуектермен жалғасатын жарық бар ма екен? Қабырғаларды шырқ айналдыра сипап көріп еді, еш жерден қолы сүрінбеді. Қайта тыңдады. Суылдың ар жағында бірдеңе сылдырайтын сияқты. Тағы қазды, тағы тоқтады, тағы тыңдап көрді. Сол баяғы түсініксіз суыл. Еңсеп тақтай тасты ұрғылап жатып, ауық-ауық тоқтай қалып, әлгі суылға құлағын тосады. Сылдыраған дыбыс күшейе түскендей, кенет қуанып кетті. Мынау судың сылдыры. Еңсеп құлағын тосқан сайын күшейіп барады. Мынау кәдімгі күркіреп ағып жатқан сарқырама ағын ғой. Мелшигенсіз қабырғаларда жер астынан шыққан беймәлім дыбысқа құлақ түргендей телміріп тұр. Зымыран қара үңгірдің іші сол бір сарқыраған дыбысқа тегіс жаңғырыққандай. Еңсеп тақтай тасты дүрс-дүрс түйгіштей жөнелді. Енді әлгі жер астындағы сарынды сүйменнің дүңк-дүңк дүсірді жеңе алмады. Еңсеп ештеңеге алаңдамады. Тақтай тасты төкпекте де соққылады. Үскірік жер астында тұрғанына қарамастан әуелі маңдайына, сосын омырауына шып-шып тер шықты. Тақтай тас сарт-сүрт сынып жатыр. Осылай қазыңқырай түссе, ұлы арнаға да жетеді. Жүрегін қуаныш кернеп, өне бойынан әл кетіп бара жатқандай. Темір сүймен қолынан шығып кетпей шаққа тұр. Шеңгелін сыға түсті. Кенет дәл қасынан дүрс-дүрс дыбыс естілді. Қара үңгірдің ішінде бұдан басқа тағы біреу тақтай тасты тарс-тарс төмпештеп жатқандай. Бұл ауық-ауық тоқтап тың-тыңдайды. Бұл тоқтағанмен әлгі дүрсіл тоқтамайды. Әлдегім мынау тақтай тасты бұдан бұрын оям, ұларынаға бұрын жетем деп жанға қимылдағандай. Еңсеп сүйменіне қайта жабысты. Біраз шапқан соң тағы кідірді. Әлгі бір жұмбақ дүрсіл құлағын жарып барады. Тағы да бұл тоқтағанмен ол тоқтаған жоқ. Еңсеп қайтадан екілене ұрғылады. Әбден өкпесі алқынып жүрегі қысылғандай болған соң бір ауық демалайын деп еді. Бұның көзіне көрінбей дәл қасында көк тасты дүңк-дүңк топақтап жатқан өзге дүрсіл бұрынғыдан да күшейе түсті. Ол орнынан тағы тұрды. Темір сүймен тақтай тасты тағы да төбелей жөнелді. Еңсептің өне бойын қара тер жуды. Көзіне құйылған ащы терді білегімен жасқауға да мұршасы болмай үсті-үстіне ұра берді. Кенет сүйменнен әлдекім шап беріп ұстай алды да жібермей қалды. Еңсеп көзі қарауытып отыра кетті. Қара үңгірдің іші су қараңғы тас түнекке айналды. Оның көз алдынан қалпақтың көк орамалы желпіп өткен сияқты болды. Қалпақ мошқап күліп тұрғаны, я аяп тұрғаны белгісіз. Бұның қарсы алдында тісі ақсиып, талтайып тұрып алды. Кенет бұған қарай қолын созды да сүйменіне жабысты. Еңсеп қолындағы сүйменін алып кетеді екен деп жан дәрмен шірене тартып еді. Тастың жігіне түсіп, тесік ұстап қалған сүймен шылмаң етіп суырылып шыға келді. Еңсеп есін енді жинады. Табанның астынан өкпек желескендей болды. Сарқыраған судың шуылы анық естілді. Еңсеп шуылға құлағын тосып біраз отырды. Оның құлағы судың сылдырынан бөгде бір дыбысты байқады. Таң атқалы бұның құлағынан кетпей қойған, алқына соққан өз жүрегінің дүрсілі екен. Езуіне күлкі жүгірді. Енді ішіне жартастау су сиятын тай терісіне жасалған үлкен қауға қиналмай сиятындай ғып, мынау тақтай тасты оюы керек. Талтайып тұрып, тақтай тасты тағы ұрғылады. Біраз шапты. Тесіктің көлемін білгісі кеп, қолындағы сүйменімен барлап көріп еді, әлі шағындау тәрізді. Қайтадан төмпештей жөнелді. Сүймені әр тиген сайын тақтай тас күрт-күрт омырылады. Біраздан бері жұртқа есесі кетіп, көңілін ыза жайлаған Еңсеп дегеніме жеттім бе дегендей екілене ұрғылайды.
тұңғиыққа тасыр-тұсыр домалап, біраздан соң барып шылп-шылп құлайтын тас дүсіріне құлағы әбден үйреніп алған. Ештеңеден еті шімірікпейді. Жаңа ғана жан-жағынан сығып тұрған тас құрсауға да, қалтарыс-қалтарыстан қарақшыдай аңдып тұрған көлеңкеге де, құдықтың аузындағы саңлау жарықтың бірте-бірте өлеусіреп бара жатқанына да, сыртта топырақ шығарып тұрған жігіттердің үсті-үстіне арқанды жұлқылағандарына да ештеңеге де елең еткен жоқ. Қайқайып тұрып, тақтай тасты сарт-сарт сабалайды. Кенет сүймені тасқа тимей, тесіктің өзіне түсіп, ет бетінен құлап түсті. Маңдайы тасқа соғылып, басы зеңіп кетті. Біреудің аялы қолдары қос алақанын жайып қағып алғандай, басқа жеріне зақым тимеді. Қақа маңдайынан бастап жып-жылы жұмсақ алақан сипап өтіп еді, көмейіне қоймалжың бірдеңе құйылғандай болды. Мұны қағып алған бейтаныс адамның да омырауы терге малшынып қалыпты. Жамбас тұсы жауырыны мұздап қоя берді. Біреу жүзіне телміре төнгендей қарауытып кеткен жанары бұның бетіне мүсіркей үңіліп тұрған қалпақтың көк сұр жарғақ жүзін шолып қалғандай. Еңсеп, зіп-зілдей кірпіктерін әрең көтеріп, көзін ашып алып еді, жан-жағынан ақ түтек боп сарқырап жатқан ағын су әлде қайда алдыда қайқайды. Жан дәрмен бір бақыруға ғана мұршасы келді. Бірақ оны өзінен басқа ешкім естіген жоқ. Топырақ шығарып тұрған 4 жігіт қыл арқанда әрі жұлқыды, бері жұлқыды, күн екіндіге таянғанда қайта тартып еді. Ішінде ештеңе жоқ, бос күбіш електің өзі шықты. 4 жігіт енді қара атанды шығырға жегіп, қыл арқанның ұшын тұзақтап шыңырауға салды. Шығыр арқанда бос қайтты. Есі шыққан жігіттер 4-еуі 4 жақтан құдықтың аузына жата қалып, еңсеп деп айғайлайды. Төменнен ләм-мим дыбыс жоқ. Жігіттердің құлағына сонау жер түбінен еміс-еміс суыл естілді. Беттерін жер астынан бір түрлі суық илеп жалап өткендей болды. Жалма-жан бастарын көтеріп алды. Содан бірнеше жыл бойы қанды құдықтың маңына ел жоламады. Біреулер құдықтың перісі бар екен, еңсепті ұстап қалыпты десті. Енді біреулер о жердің астында айдаһар бар екен. Бірде құдықтың аузынан басын шығарып тұрғанын өз көзімізбен көрдік деп соқты. Арада әлденеше жыл өтті. Жер астынан шыққан айдаһар көрінбеді. Бір-екі жүрегіне жүн байлаған жігіттер барып қауға салып еді, мөп-мөлдір тұщы су шықты. Ақсақалдар әрі ақылдасып, бері ақылдасып, молда барып кітап ашқызып, дұға оқытып, құдықты жым-періден аластады. Шеген деді. Әйкел орнатты. Тусырап жатқан өңір суға қарық болды да қалды. Жаңбырсыз жылдары қанша шыңыраудағы су тартылғанмен ол лықайды да жатады. Біреулер қауға түсіріп алса, артынан сонау көк теңіздің жағасындағы ақ тұмсықтың астынан табылыпты. Енді жұрт бұл құдықтың суы сонау ұлы теңізге барып құяды екен десті.